Конституциялық өкілеттілік мерзімінің аяқталуына байланысты 2023 жылғы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасы парламенті сенаты депутаттарының кезекті сайлауы өтеді. 17 облыстан және Астана, Алматы, Шымкент қалаларынан 20 сенатор сайланады. Қазақстан Республикасының азаматтығында тұратын және оның аумағында соңғы 10 жыл тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың не республика астанасының аумағында кемінде 3 жыл тұрақты тұратын, жасы 30-ға толған, жоғары білімі және кемінде 5 жыл жұмыс стажы бар адам сенат депутаты бола алады. Сот іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған азамат, сотталғандығы белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алып тасталмаған адам, сыбайлас жемқорлық қылмыс және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсін сот заңда белгіленген тәртіппен таныған адам кандидат бола алмайды. Сенаторларды таңдаушылар, мәслихат депутаттары сайлайды.